КПТ когнитивті бихевиоралды психотерапия. КПТ деген орысша айтқан кезде когнитивно-поведенческая психотерапия немесе терапия. Бұл психология саласындағы ең жас подходтардың бірі деуге болады. Негізін қалаушы Аарон Бек болып табылады, және оның мұрагері қазіргі таңда осы жұмысты алға алып жүрген қызы Джудит Бек болып табылады. КПТ ол ғылыми дәлелденген подход, жалғыз ғана ғылыми дәлелденген подход болып таңылды, және білесіздер, Америка елінде заң жүзінде барлығы жүзеге асатын болғандықтан міндетті түрде клиентпен психолог жұмыс жасау барысында нәтижеге жететіні жөнінде өзара договор дейміз ғой, өзара келісім шартқа отырады. КПТ ол қысқа мерзімді терапия болып табылады. 10-15 сессиядан кейін оның бойындағы менталды психикалық бұзылысты қандай да ремиссияға, адамға ешқандай мазасыздық тудырмайтын жағдайға алып келеді. Сондықтан енді қазіргі таңда бұл подход деген, енді бұл подход Россияда кеңінен тарап жатыр, Қазақстанда 1,5 осы подходпен жұмыс жасайтын мамандар бар. Бұл әрине басқа подходтарды жоққа шығармаймыз, басқа мектептердің ешқайсысын жоққа шығармаймыз, дегенмен ғылыми түрде дәлелденген жалғыз подход осы КПТ болып табылады. КПТ-дағы жұмыс жүзеге қалай асырылады, яғни адамның ойын реттеу арқылы. Когнитивті деген сөзді алатын болсақ, ол адамның бойындағы ойлары, когнициялары, ал поведенческий подход ол бихевиоралды деп те айтамыз, яғни іс-әрекет, қандай да іс-әрекет. Бұл жерде екеуін ой арқылы адамның іс-әрекеті ойына байланысты болып табылады. Енді бұл жерде ең кең тараған формуласы, АБС формуласы. Ол бірінші қандай да бір жағдай болды, триггер болды. Сол триггерді адам қалай қабылдайды, соның салдарынан эмоция туындайды. Сол эмоция туындайды, ол жағымды, жағымсыз болуы мүмкін, және сол эмоцияға байланысты адам бір іс-әрекет етеді. Мысал ретінде, енді қарапайым мысал, мені ешкім жақсы көрмейді. Мені ешкім жақсы көрмейді деп ойлайтын болсақ, мысал ретінде бір отырысқа шақырмады дейік, немесе бір адаммен ұрсып қалдық дейік. Сол кезде адам тек қана бір адамға байланысты емес, ол өзін когнитивті қате ойларға өзін алып келеді. Мені ешкім жақсы көрмейді. Оның салдарынан қандай эмоция туындауы мүмкін? Әрине негативті, яғни адамның көңілі күйе түседі, құлазиды, жалғызсырайды, жалғыздықты сезінеді, ешкіммен араласқысы келмейді. Осындай жалғыздық сезімді туған кезде қандай іс-әрекетке барады? Яғни артық адамдарға жақындамайды, қарым-қатынасқа көп түспейді, өйткені оның бағанағы ойы, когнициясы мені ешкім жақсы көрмейді деп тұрады. Ол үйінен шыққысы келмейді, көп араласқысы келмейді, депрессивтік жағдайға жетеді, өзін шетте ұстайды, өзін көп адамдармен араласпайды, әлеуметтен өзінен бас алып қашады. Яғни тек қана бір ойдың салдарынан. Ал егер сол енді КПТ форматтағы жұмыс сол ойды шындыққа келеді ме, келмейді ме, соны дәлелдеу. КПТ форматта мені ешкім жақсы көрмейді деген кезде жақсы көретін адам кім? Яғни анасы бар, досы бар, ағасы бар, бір досы бар, сыныбында дейік, оқушыны алатын болсақ, ауласында ойнайтын достары бар, сыныпта да ұнататын адамдар бар. Яғни ешкім дегенге жатпайды, жақсы көретін адамдар табылады. Мені тек
жақсы көретін адамдар бар. Мені көбісі ұнатпайды, бірақ дегенмен мені ұнататын да адамдар бар. Менімен жақсы қарым-қатынаста да адамдар бар. Ол кезде қандай эмоция туындайды? Әрине, бағанағы эмоцияларға қараған кезде жеңілдеу эмоция. Чуть мұң болуы мүмкін, грусть, жағдай мұң болуы мүмкін, бірақ ол қандай іс-әрекетке алып келеді? Әрине, енді сол адамдармен ғана, ұнатпайтын адамдармен ғана араласпау, бірақ ұнататын адамдармен қарым-қатынас жасау, яғни осындай іс-әрекеттерге алып келеді. КПТ форматтағы жұмыс адамның ойын өзгерту болып табылады. Енді бұл тек қана өте қарапайым мысал, бірге бір қосу екі сияқты мысал ретінде сіздерге айтып жатырмын. Сондықтан КПТ форматта жұмыс жасауға әріптестер болатын болса, клиенттер болатын болса, КПТ форматтағы жұмыс жасайтын психологтармен көбінде күрделі менталды психикалық бұзылыстармен жұмыс жасауға ұсыныс беремін. Әр адам менталды дені сау болуға лайықты. Сау болыңыздар.